Бисмиллахир-рахманир-рахим. Анаша шөп шегудің діндегі үкімі. Анаша марихуана және гашиштің жаргон тіліндегі атауы. Деректерге қарағанда, анаша сөзі орыс тілдес қоғамда 20 ғасырдың 70 жылдары Шу аңғарынан аталмыш есірткі өнімінің көп мөлшерде жасырын тасымалдана бастауымен қолданысқа енді. Көп ұзамай Шыңғыс Айтматовтың Плаха романының арқасында анаша сөзі тек адамдар арасында ғана емес, әдебиет тілінде де қолданысқа ие болды. Бұл атау қазақ тіліндегі наша сөзінен туындаған болуы мүмкін. Наша кенепшөп тұқымдасына жататын бір жылдық жабайы шөптесін өсімдік және осы өсімдіктің белгілі бір түрінің жапырағын кептіру арқылы дайындалатын шылым ғып тартқан кезде басты айналдырып елтетін улы зат есірткі. Есірткі шариғатта ауыр күнә, үкімі харам. Құран кәрімде айтылған шараптың харам болуының негізгі себебі адамды мас қылып, ақылынан адастыру ерекшелігін болуы деп алсақ, олай болса, есірткінің де үкімі ішімдіктің үкімімен пара-пар деуге негіз бар. Абу Дауудтың хадис кітабында орын алған риуаятта пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жұбайы Умму Салама, Алла ол кісіге разы болсын, былай дейді: Алла елшісі барлық мас етуші және буын-буынды алып қоюшы заттардан тыйды. Басқа бір сахих хадисте ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам мына сөзі келтірілген: барлық мас етуші зат хамыр және барлық мас етуші зат харам. Жоғарыда анаша сөзін гашиш пен марихуананың бір атауы дедік. Олай болса, көне кітаптардағы мәлімет бойынша гашиштің харам екендігіне барлық мазхаб ғалымдары ортақ пікір білдірген. Ханафи ғалымы Ибн Абидин өзінің атақты еңбегінде былай деп өтеді: гашиштің көптеген кесірі анықталып жайыла бастағаннан соң барлық мазхаб ғалымдары оның харамдығына үкім етті. Ендеше анаша сияқты есірткі заттарды шегу, оны тасымалдау, сату не басқалай жолмен адамдар арасында тарату исламда ауыр күнә болып табылады. Бұл дүниедегі зардабымен қоса, о дүниеде тозақ отына жануға алып келетін іс-әрекеттің бірі. Үкімі харам. Ва ахиру дa'вана анил хамдулилlah.